Assalomu alaykum do'stlar. Qalaysiz, amon esensizlarmi do'stlar? Endi bugun sizlarga adetdagidek futbol axborotlarini yetkazетін bo'lamiz. Al sizlar bo'lsa bizning arnamizga tirkelib, like bosmayni do'stlaringizga jibirib unutmangizlar. Al biz boshlayak. Жаңалықтарымызда әрине Манчестер Ситимен бастайтын болсақ, Манчестер Сити қазіргі уақыттағы Бенфиканың қақпашысы Анатолия Турбинге қызығуда, және Турбиннің қазіргі уақыттағы трансфер маркет порталындағы құны 25 миллион евро, ал Манчестер Сити болса 30 миллион евро беруге дайын. Гвардиоланың өзі осы Турбинге қызығуда екен. Турбин негізінде жас ойыншы, бірақ соған қарамай перспективасы да бар, және Манчестер Ситиде ойнауға лайықты деп ойлаймыз. Және Бенфиканың біраз ойындарында Бенфиканы құтқарып жүрді, және Манчестер Ситиге жарасатын сияқты осы ойыншы. Енді естеріңізде болса, Эдерсонның өзінде Бенфикадан сатып алған. Манчестер Сити енді көбінесе Бенфикадан қақпашылары алып жүр. Алдыңғы маусымда Эдерсонның өзі Манчестер Ситиден кетемін дегенде Гвардиоланың өзі айтқан, сен командада қал, бізге керексің деп. Ал енді осы маусымдағы ойындарына Гвардиоланың наразылығын білдіріп жатыр, және ашық түрде сен бізге керек емессің депті. Енді Эдерсонның өзі жас ойыншы емес, және Сауд Арабиясына баратын ақпараттар да бар. Ал енді Турбин жас ойыншы, және Манчестер Ситидің болашағы болатын ақпараттар да бар. Пари Сен-Жерменнің қазіргі уақыттағы қақпашысы Донаруmmаға Еуропаның біраз клубтары қызығып жатыр, және Пари Сен-Жерменнен кететін ақпараттарда алдындары болған. Ал енді қазір кетпейтін ақпараттар бар, себебі енді Чемпиондар лигасында Донарумма өте керемет деңгейде көрсетіп жатыр, және Донарумманың агентінің өзі айтқан, біздің мақсат командадан кету емес, және біз Чемпиондар лигасын осы Пари Сен-Жерменмен жеңіп алғымыз келеді деді. Енді Донарумманың агентінің айтуы бойынша біз командадан кетпейміз, себебі әрине Пари Сен-Жермен клубы бізге жақсы ақша береді жылына. Сол себепті біз не істейміз деген шығар. Енді алдындары енді Сафонов шығып жүрген кезде Донарумма ренжіген, ал енді Луис Энрике негізгі құрамға Донарумманы қойып жатыр. Енді Донарумма да ырза, және Пари Сен-Жерменнің қазіргі уақыттағы бас бапкері Луис Энрикенің өзі жақсы қарап жүр. Және естеріңізде болса, енді Италияда өнер көрсетіп кеткен Донарумма, және Италияға баратын ақпараттарда бар. Енді алдындары Италияда Миланда өнер көрсеткен, енді Интерге баратын ақпараттар да бар. Енді Интер мен Милан білесіздер, ата жауы бір-бірін ұната бермейді. Сол енді қазіргі уақыттағы Ян Зомердің орнын басады. Енді Пари Сен-Жерменге барғанда Ян Зомердің жасы да біраз жасқа дейін барып қалды. Манчестер Ситиде бір қуғынбай ойыншы бар. Әрине ол Джек Грилиш. Джек Грилиш қазіргі уақытта енді Манчестер Ситиге де керек емес, және Англия ұлттық құрамасы да қажет емес. Және байқасаңыздар, Манчестер Ситиде алаңға аз шығып жүр, және Ситидің өзі бақандай 117 миллион евроға сатып алды Джек Грилишті. Енді Грилиштің өзі соңғы кездері спорттық формасы жақсы емес, және Гвардиоланың көңілінен шықпай жатыр. Сол себептен негізі құрамға шықпай жүр осы Джек Грилиш. Грилиштің агенттері айта кеткен екен, Грилиш негізінде жас және талантты ойыншы, оның перспективасы да бар. Енді бірақ қазіргі уақытта енді Манчестер Ситиде негізі құрамда өнер көрсетпей жатыр. Енді Манчестер Ситидің басшылығы Грилишке мүмкіндік бермейді. Сол себепті енді Манчестер Ситидің соңғы кездердегі ойындары нашар депті. Не деген әңгіме мынау? Не деген әңгіме? Грилиш мықты ойнама соншалықты, сонда түсінбей қалдым. Ерде енді мықты ойнайтын болса, Грилишті Англия ұлттық құрамасы шақырмай ма? Англия ұлттық құрамасының қазіргі бапкері осы Томас Тухельдің өзі Грилишті шақырмаған. Енді себебі негізі құрамда өнер көрсетпейді Манчестер Ситиде, және трансфер маркет порталындағы құны нашар, және ойынды жүргізе алмайды деп. Гвардиола негізіне ойыншыларды жақсы таңдай алады, және Гвардиоланың көңілінен шықпаған ойыншы басқа бапкерлерінің көңілінен шығуы қиын. Қазір енді ақпараттар шығып жатыр. Енді Ньюкасл клубы мен Астон Вилла клубы қызығып отыр. Енді Астон Виллаға қазір 30-40 миллион евроға баратын ақпараттар анық шығып жатыр. Енді англиялық басылымдар айтып жатыр осы ақпаратты. Енді Астон Вилладан не үшін Манчестер Сити сатып алды, егерде Астон Виллаға қайтадан баратын болса. Енді Ньюкаслға барса да жарасатын сияқты, және Англиядағы тәжірибелі ойыншылардың бірі Грилиш. Ал біз болсақ жаңалығымызды жалғастыра береміз. Сіздер болса әрине лайктарыңызды аямаңыздар.
Xavi Simons degan jas o'yinchi esingizda bo'lar endi Paris Saint-Germain'da burun o'ynab ketdi. Hozirgi vaqtda endi Leipzigda o'ta keremet denglik ko'rsatib жатыр. Endi esingizda bo'lsa, endi Barcelona akademiyasidan chiqqan o'dan keyin endi Barsaga Paris Saint-Germain'ga bordi. Paris Saint-Germain'da biroz o'ynamadi. Paris Saint-Germain klubi uni jalga berib qo'ydi. Endi o'dan keyin Leipzig klubi 80 million yevroga o'sha o'yinchini sotib oldi. Endi Xavi Simonsning o'zi sol tezda transfer market portalida kuni 65 million yevro bo'lgan. Al Leipzig klubi bo'lsa 80 million yevroni nadi bera saldi o'sha o'yinchi uchun. Xavi Simons negizinde mansabını Wenger etinde bastırgan, odan keyin endi jartlay qo'rg'ovchi bo'ldi. Hozirgi vaqtda endi Leipzigda 10'lıqning rolini atqarib жатыр. O'sha Xavi Simonsga Alshin Premier Ligasining klublari qiziqib o'tir. Chelsea klubi odatdagidek, odan keyin Liverpool klubi және Arsenal klublarida o'sha o'yinchi uchun qattiq qiziquvda және negizi bo'lib qiziqib o'tgan Liverpool klubi. Bu o'yinchi endi negizi Liverpoolga jarasатын сияқты. Liverpoolning o'yinda o'sha Xavi Simonsga ulesimdi deb ayta olaman және Xavi Simonsning o'zi Leipzigdan ketkisi keladigan axborotlarda bor endi. Leipzigning o'zi endi 100 million yevroning ustida sotатын шығар. O'sha o'yinchini endi 80 million yevroga sotib olgan endi Leipzig hech qachon tarixida 80 million yevro jumsamagan bir o'yinchi uchun. Aytmoqchi, o'sha Saudiya ligasining Al Ittihad klubi men Al Feyha klublarida o'sha o'yinchi qiziqqan және Leipzig klubuna 120 million yevro usungan. Al Xavi Simonsning o'zi bo'lsa, unday ақша bersеңдер deb men bormayman deb, menga mansab kerak deb Saudiya ligasына borgani yo'q. Xavi Simons endi negizinde bastı ümitli Alshinli klublara qiziqib o'tir. Endi Alshinli klublarning o'zindagi Liverpool klubuna endi Arne Slotning qo'lida o'ynar ko'rsatkisi keladi. Arne Slotning o'zida o'sha Xavi Simonsning jerlesi және bugan endi поддержка beretini aniq. Yerda Liverpool klubuna borатын bo'lsa, Liverpool hozirgi vaqtda endi ularning жағдайлары жақсы emas, endi ularga жақсы jartlay qo'rg'ovchi kerak. Endi жағдайлар жақсы demaganda Alshin Premier Ligaсын jengib tur. Biroq endi Chempionlar Ligasi erте ushib ketdi және Arne Slotning komandasi o'sha Newcastle'dan da ushib ketdi finalda endi Kubok Angliyada. Mening jeki o'yimcha o'sha Xavi Simons Liverpoolga borgan durish және Liverpoolda yaxshi mansab o'tkaza oladi. Al endi Liverpool turali жаңалықтарimizni жалғастыра beraylik. Hozirgi vaqtda endi Liverpooldan 1-2 o'yinchi ketadi. O'sha mavsumda Arinol hozirgi vaqtdagi Liverpoolning qo'rg'ovchisi Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold'ning ketuvi endi 90% шығар. Endi o'sha Liverpool men жаңа kelishim shartga o'tirgan yo'q және qisqa Liverpool klubi buni sotib jibergan yo'q және Ispaniyaga La Ligaga boradi degan axborotlarda bor. Endi La Ligaga borganda әрине Real Madrid klubuna boradi. Endi Real Madrid o'ta aqlli klub, bayqasangizlar, mixta qo'rg'ovchilarni tegan qo'salar. Misolga endi Rudiger сияқты o'yinchilarda endi Trent Alexander-Arnold'ning o'zi endi Liverpoolda biroz yaxshi o'ynar ko'rsatdi. O'sha Liverpoolning tulegi ekan. Endi o'sha Qadin Liverpoolda o'ynar ko'rsatdi. Liverpool men qo'sha sotun vaqtda kelgan сияқты. Arnoldning o'zining so'roqlar qo'ygan. Liverpool men kelishim shartni uzartasiz ba'da endi Trent aytgan endi mening ketuv foizim jo'g'ari degan. Endi Realga boram, anaqa boram degan yo'q. Biroq endi ketuv foizim jo'g'ari debdi. Al endi Trent Alexander-Arnold Liverpooldan ketadi rasmiy turda. Endi men aytdi deysizlar. Al do'stlar, bizning жаңалығымыз осы. Endi arnamizga tirkelib like bosib davom etpangizlar.